Сәлем құрметті достар, бүгін біз сіздермен кекс дайындайтын боламыз. Өте дәмді және ең тиімді тәсілдермен жасалынған. Ең алдымен менің каналымдағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Бізге керек ингредиенттер олар 3 жұмыртқа, қант, сүт және ұн. Сода керек болады. Ең алдымен біз жаңағы 3 жұмыртқамызға қантты қосып, оны миксермен көпіргенше араластырып аламыз. Міне осылай көпіргеннен соң бізге сары май керек болады. Біз сары майды ерітіп, сосын сол ерітілген сары майды құямыз. Ерітілген сары майдың үстінен жаңағы біздің 150 грамм сүтімізді құятын боламыз. Және де осылардың барлығын дұрыстап араластырамыз миксермен. Барлығын араластырып болғаннан кейін біз сода қосамыз. Келесі кезекте соданы 1 шай ас қасығын толтырмай салатын боламыз. Соданы салып болғаннан соң біз ұнымызды 3 бөлікке бөліп, 250-220 граммдай ұн кетеді. 3 бөлікке бөліп, 53-тен өткізіп, салып араластырамыз. Енді дайын болған қамырымызды кекстің формаларына құямыз. Жалпы мына жерде мен қолданған форма ол одноразовый форма болып табылады. Ал сіздерге кеңес берерім, осы одноразовый форманың астына кәдімгі кекстің өзінің қатты формасы бар. Сол формаға салып жасасаңыздар. Мына жерде байқасаңыздар, менде одноразовый форма, менде астында тірейтіні жоқ, сондықтан да олар жайылып кетті менде. Сонда да менің кекстарым ісіп өте жақсы шықты. Пешке 180 градуста 30 минутқа жібереміз. Міне көріп отқандарыңыздай менің кекстарым ісіп өте дәмді болып шықты және де жұмсақ, ауызда ериді деп айтсақ та болады. Менімен бірге болып кекс дайындағандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.